Баршаңызға сәлем. Абайдың қара сөздерінен үзінді. Абайдың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары, бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ерженіп ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге өйтеді деп, бұл неге бүйтеді деп, көз көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса дене білмесе, адамдық пен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны, сол қуат жетпеген, миы толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы тамақ та есімізден шығып кететұғын. Құмарымызды ержеткен соң, ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ержеткен соң, күш жеңген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық, еш нәрсе көңілменен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік, көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық, оның білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз, біреу ақыл айтса, ой Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Абайдың 12-ші қара сөзі. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар. Соны білсе екен, әуелі иманның ықтиқатын махкамлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин кім иманның неше нәрсе бірлән кәмілат тапатығынын білмей, қанша жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір адар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүрген көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласы менен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап, жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Абайдың 14-ші қара сөзі. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені, батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өзін бауырым деп, езіне ойлағандай оларға да болса егіді демек. Бұлар жүрек ісі, асықтық жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Қазақтың жүрексі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан ечере бермей адасқан көптен аттың басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау ерлік, батырлық. Осы болмаса қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Абайдың 15-ші қара сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен.
Әуелі пенде адам болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сондай есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен, дағы күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың? Түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.